Mercedes-Benz C-класс, комплектация элеганс, седан. Алдында да 4 партроник, 6 партроник датчигі бар екен, өзін заводской. Бағасына малымат алалы 2000 жыл, объемы 2, коробка автомат, расход 10-12 литр, 100 километрінде бұл реальный елі көрсетілген. Шындығында басында жазып қойғым 380 000 сом. Есі жоқ екен, ішкі салонда көрсетіп берейін деп аттым. Мына сыртынан аябай тұнық жақшынақайлы көрінді. Компрессор екен. Есігі жауық. Іші ашық түстегі кожа. Kia K5 Кореядан. Туманниктері светодиодкада екен. Фарлар болса линзовый, ксенон. 2012 коробка автомат, телефон номерлері есін. Объемы 2. Бензин бе же газдау? Бензин декен. Өзін мынандай оригинал лемесінде дискінде екен. K5 литиолары. Парктроник датчиктері қойылған. Люк бар. Старт-стоп бар оқшайды, кнопка. Функция бесключевый доступамен қошы. Старт-стоп моторды өчіріп жандыру. Память сізден 2 режимде. Бұл жақта блок управлениялармен қошы. Антизанос функциясы. Круиз контроль. Ол жақтан. Жана эко режимге қотырылды. Режимдері қотырыла тұрғанда ұшыл жерде екен. Штатный монитору. Бұл жақтан мультимедиан башқару. Двухзонный климат контроль. Дуал деп тұрады. Абдуф менен қошып подогрев сидений. Ол жерінде биода деп қойып тұр. Абдуфу жақшы. Кнопка старт-стоп инжин. Бұны білбегендер, бая ключ сәле тормозды басып тұрып, машинаның үшін кнопканы бассаңыз, машина жүрө берет. Мынандай информативный задний видтегі зеркаласы, жана панорамный люк 2 зонада екен. Басын қанша дедіңерлі? $9,500 бас. Кейінгі машинауыз Toyota Corolla. Максимальный комплектацияда дейді есі. Мынандай литый дистерінде өзін заводской. Сыртын тартып берейін бірінші. Так. Açık ele? Hazır. İçki salonuna көңіл бұрсақ. Gaz бар екен. Gaz benzinde ошонда? Gaz benzinde. Антизанос функциясы. Мультироль. Пробеги 62.208 километр. Мынандай монитору өзінің штатный. Коробка механика 6 ступка, да? Мынаки. Сиденьялары материал ткань, подлокотник бар. Бұның басы $9,500 екен. Honda Jazz 2, екінші поколенияда. $2011, объемы 1.5, коробка автомат. Телефон номерлері есін. Паузаға қойып білу алсаңар деле болады. Мынандай литый дистерде екен. 15-тік. 15-ші түйінде арқада 4 партроник датчиктері қойылған. Айтылыш басы $7,500. Honda CR-V 2. Сол руль. Балашып атышат.
2004, объемы 2, коробка механика. Айтылыш басы $9200. Мен ішкі салонын көрсетіп қояйын. Toyota Wish 2004, объемы 1.8, телефон номерлері. Айтылыш басы 400 000 сом. Мына серьезный қардар бар оқшайды, уже келіп тұр бұға. Honda CR-V 2. Мынада алтында да декоративный защитный дуга қойылып тұр. 2003, объемы 2, телефон номерлері көрінбей атса. Мындай телефон номерлері. Айтылыш басы $6300, 800, $6800 деп отады. Арқаңқы жағынан көрінішін көріп қоялы. Жана ішкі салону. Подлокотник бар екен. Өзінікі не кожа ойлы? Кожа анан кейін неме материалда екен, а? Комбинированный. Toyota Windom. Екі мың екі, объемы 3, телефон номерлері есін. Айтылыш басы 450 000 сом, $6,5 мың. Honda Step Wagon 3, 2005, объемы 2, телефон номерлері есін. Айтылыш басы $7 000 деп атады. Ішкі салонын бір көрсетіп беріп қойын. Ішкі салон өзінің штатный мониторы бар екен. Пробеги қанша болып қалды, білбейсіз бе? 129 000 километр. Мынандай приборный панельдері, мынандай электронный, байқасаңыздар да. Мынандай жанып теле тұрады. Ушул мынандай сплошной болып кеткен. Мынакей сіздер байқалып атау, мына камерада білем ушундай электронный болып кеткен. Жамы бар. Болды. Mercedes-Benz S-класс. Люк бар. 2001, коробка автомат, объемы 3.2, телефон номерлері есін. Басы $5,5 мың деп атады, айтылыш басы. Ішкі салонын бір көрсетіп қояйын. Қара кожада. Ем бұл мына жерден өзіңіздерге малым болғандай бардық навороттары, электропривод, сиденье, подогрев сидений барды шул жақта башқарылады екен. Honda Accord, оң руль, люк бар, 2004, объемы 2, телефон номерлері есің. Камера заднего вида қойылған екен. Ішкі салонына қысқаша көңіл бұрсақ, сиденьялар электроприводта екен. Подогрев сидений бар. Екі режимде монитор мына жерде екен. Шул арқылы көрсе болады. Камера заднего вида менен арқа жақты. Қара кожа сиденьялар. Басы $5,5 мың деп атады, айтылыш басы.